Отан отбасынан, ал тәрбие тамыры әкеден басталады. Сондықтан әр шаңырақтың арқа сүйер ер азаматының орны ерекше болып, олар бала тәрбиесінен шет қалмауы тиіс. Аманат партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалы қазіргі қоғамдағы осы күрделі мәселені мектеп оқушыларымен бірге талқылады. Кітап Аманат жобасы аясында өткен кездесуде әке мен ананың орны мен шаңырақтағы сыйластық жайы сөз болды. Аманат партиясы орталық аппараты саяси жұмыс департаментінің бас саяси консультанты Бекарыстан Аманжолов жастарға өзінің өмірлік тәжірибесі туралы баяндады. Ауыл жастары Бекарыстанды кішкентай қызға бауырын берген мәр донор ретінде жақсы таниды. Өмірдің өзінен өзекті мысал келтірген маманның сөзі әсерлі шықты. Әкелерге де бұл жақсы бұрыстан, себебі әке болудың қандай маңызы, оның қандай құндылықтары, қандай ауыртпашылығы бар екенін түсіну керек деп ойлаймыз. Негізі бұндай өткен шаралар Кітап Аманат жобасы аясында аудандық деңгейде бұл жалпы облысқа, республикада жақсы үлгі болады деп есептейміз. Себебі қоғамдағы әкенің маңызы туралы жастарға көбірек насихаттау, ол шынында өте бір қажетті ақпараттардың маңызды дүниелердің бірі деп ойлаймын. Кездесуден кейін оқушылар өздерін толғандырған сұрақтар қойып жауап алды. Бұдан кейін жастардың зеректігін анықтау үшін қызықты ойын ұйымдастырылды. Ал спикерлерге ерекше сұрақ қойған белсенді жастарға кітап сыйға тартылды. Әкенің рөлін, әкенің қадірін, әкенің отбасыдағы рөлін оқушыларға түсіндіріп, осындай өте керемет іс-шара өткізіп кеткеніне қуаныштымын. Өзіме өте көптеген мәліметтер алдым. Әкенің рөлін тереңірек түсіндім. Маған ұнады.